2018 жылы департамент пен Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті арасында меморандумға қол қойылып, Жетісу мемлекеттік қызмет мектебі ашылды. Аталған мектептің мақсаты жастар арасында мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру, болашақ мемлекеттік қызметшілердің тұлғасын жасақтау, құқықтық мемлекетті одан әрі дамыту ісінде білікті мамандарды тарту болып табылады. Қаламыздағы кез келген студенттің мектепке өтініш білдіріп, тәжірибелік дәрістерді тыңдауға мүмкіндігі бар. Мектеп қатысушысы дипломын алғаннан соң заңнамаларды білуге және жеке құзыреттерін бағалауға арналған тестілеуден өтеді. Тестілеуден оң нәтиже алған жағдайда агенттіктің ресми интернет ресурсынан бос лауазымдарды іздейді. Хабарландыруда көрсетілген қажетті құжаттарды мемлекеттік органға өткізеді. Құжаттар толық және кандидат белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда мемлекеттік органда құрылған конкурстық комиссиядан әңгімелесуден өтеді. Әңгімелесу нәтижесін кадр қызметкері міндетті түрде хабарлайды. Мемлекеттік қызметке орналасуға қатысты сұрақтарыңыз болса, департамент қызметкерлері ақпарат беруге дайын. Сен мемлекеттік қызметші болуға лайықсың.